Okey, o'quvchilar, bәріміз тақтаға қараймыз. Бүгін ағылшын тіліндегі біздің өтіп жатқан present simple деген тақырыбымыздың енді өткен шағы мен келесі шағын бүгін толық үйреніп шығатын боламыз. Келістік па? Үш шағымен бірге. Өзі бірінші есімізге түсіріп алайықшы. Present simple қандай шақ еді? Present simple осы шақ, иә? Мағынасы қандай жерде қолданылатын еді? Present simple всегда болатын іс-әрекетке қолданылады, әрқашан болып тұратын. Например, айтатын болсақ, мен аптасына 2 рет ағылшын курсына барам, менің мысалға әкем заводта жұмыс істейді деген сияқты всегда қайталанатын іс-әрекетке қолданылатын еді. Естеріңде ғой, иә? Сонымен, ағылшын тілінде осы шақтың өзі нешеге бөлінетін еді? 4-ке, иә? Present simple, present continuous, present perfect және present perfect continuous, иә? Енді сол present simple'дың өзінің ережесі әрқашан қайталанып тұратын іс-әрекетке қолданылатын еді. Енді осының келесі шағы мен өткен шағын өтіп шығамыз. Яғни present simple'да естеріңде болса, бірінші позитивный сөйлемде мысалға I, you, we, they сразу глагол келетін еді. Бұның жерде am, is қолданыла ма, қолданылмай ма? Қолданылмайды, иә? Тек he, she, it болған кезде ғана етістікке не жалғанатын еді? S жалғауы жалғанатын еді. Мысалға айтатын болсақ, I like, например, мен ұнатамын, иә, например, I like my city. Не деген сөз? Мен өзім қаламды жақсы көремін, ұнатамын, иә. Қазірде айтатқан жоқ, жалпы ұнатамын деп жатыр, иә. Келесі мысалға, you clean, например. Clean дегеніміз не? Жинау, тазалау, иә, мысалға, иә. You clean your, например, room. Сен өзінің бөлмені не істейсің? Тазалайсың. Мына жерге можно қосуға, иә, например, сен аптасына 1 рет өзің бөлмені тазалайсың деп, иә. Қазір емес, жалпы болатын іс-әрекет, иә. Келесі мысалға, we, например, sleep. Sleep дегеніміз не? Ұйықтау, иә. We sleep, например, late, например. Late дегеніміз не? Кеш, иә. Біз кеш ұйықтаймыз, иә, например, иә. Қазірде айтатқан жоқ, жалпы кеш ұйықтайды, иә, например. They, например, work, например, they work, например, in a bank, например. Олар қай жерде жұмыс істейді? Банкте жұмыс істейді, иә. Қазір емес, всегда істейді, иә, например. Енді he, she, it болғанда етістікке не жалғайтын едік? S жалғауын жалғайтын едік, иә. Например, айтатын болсақ, мінекей. He, например, go, бірақ не қосамыз? Goes, иә, например. He goes to school, яғни ол мектепке барады, иә. Бара жатыр емес, барады, иә. Всегда барады, например. Келесі she, например, washes, например, her face, например, иә. Face дегеніміз не? Бет, иә, например, ол өзінің бетін істейді, жуады, иә, например. It, например, rains, например, жаңбыр жауады, например, иә. Often дегеніміз не? Часто деген сөз, иә, жиі, иә. Окей, present simple'дың ережесі қарапайым, осы шақ всегда болатын іс-әрекет, иә. Бұл жерде оқушылар байқаған болсаңдар, тек мен позитивный ғана сөйлем жаздым, негатив жазған жоқпын, и сұраулы да жазған жоқпын. Енді осы шақтың өзі жаңа 4-ке бөлінеді дедік, дұрыс па? Енді автоматически өткен шақта неге бөлінеді? 4-ке бөлінеді, жарай ма? Бұл мысалға осы шақта present simple болса, өткен шақта қандай болады екен? Past simple, иә. Енді past simple мынаны өткен шағы болған екен, мынау всегда болатын іс-әрекет қой, дұрыс па? Ал мына жерде бітіп кеткен іс-әрекет. Ол не деген сөз? Например, айтатын болсақ, I like my city. Мен өзім қаламды ұнатам, ал бұл жерде мен өзім қаламды ұнататын едім. Например, айтайық, например, біздер алдын Астанада тұрдық, қазір Теміртаудамыз, мен өзім қаламды ұнататын едім. Өткен шақта болған іс-әрекет. Түсіндік қой, ә? Именно бітіп кеткен іс-әрекет. Сонымен, past simple'да сөйлем құрау үшін бірінші орында етістікке көңіл бөлу керек. Ағылшын тілінде етістіктер нешеге бөлінетін еді? 2-ге, иә, regular және irregular, иә, яғни правильный, неправильный. Қайсы глаголдардың таблицасы бар? Неправильный глаголдардың таблицасы бар, иә. Неправильный глаголдың өзі нешеге бөлінетін еді? 3-ке, иә. Мысалға do, did, done, иә. Бізге past simple'да сол 3-ке бөлінетін глаголдың нешіншісі керек? Екіншісі керек, екіншісі. Мысалға like деген сөз өкінішке орай бізде неправильный глаголда жоқ, ол правильный глагол, сол үшін не жалғаймыз бұған? Иди, иә, I like it my city, яғни мен өзім қаламды ұнататын едім. Ал, например, you clean, тоже clean бізде неправильный глаголда жоқ, правильный глагол не жалғаймыз? Иди, иә, you cleaned your room, яғни сен өзің бөлменді не істедің? Тазаладың, иә, например, кеше деп айтсақ болады, иә.
Odan keyingisi we. Sleep degan so'z bizda neправильный gлагolda bor. O ne bo'lib o'zgaradi? Slept bo'lib o'zgaradi. We slept, ya'ni biz uxladik late, например. Biz kech uxladik, например, yesterday deb qo'ying. Kecha biz ne qildik? Kech жатдик, kech uxladik degan so'z, например. Kelesi they walked. O'tgani правильный gлагол bo'lsa, o'shni id javob жатым. Walked in a bank, ya'ni ular bankdan istedi, жұмыс istedi, например. Qasna жылды qo'yuga bo'ladi, masalan, o'tgan yil istedi, немесе 2017da istedi degan сияқты. Endi he go degan bizda неправильный gлагolda bor, qalay o'zgaradi? Went bo'lib o'zgaradi. Went. He went to school, ya'ni u maktabga bordi, например, Например, kelesi she washed her face, ya'ni u o'zining betini istedi, juvdi, например, in the morning, tangirtan juvdi deguga bo'ladi, misolga.